Hello, бүгін біз ағылшын тіліндегі 12 шақты түсінетін боламыз. Осы видеодан кейін 12 шақ саған өте оңай болып көрінетін болады. So, let's start. Бірінші негізі біз білетіндей, любой тілдегідей ағылшын тілінде тоже 3 қана шақ бар. Past, өткен шақ, present, осы шақ, және future, шақ, Бірақ бұл 3 шақтың 4 түрі бар, әрқайсының. Ол simple, continuous, perfect және perfect continuous. Мысалға, past simple'да бізде past simple бар, past continuous бар, past perfect бар және past perfect continuous бар, Present tense'да бізде present simple бар, present continuous бар және present perfect, present perfect continuous бар, Future'да то же самое. Future simple бар, future continuous бар и future perfect continuous бар. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтейік. Біріншісі simple, Simple деген негізі ағылшын тілінде қарапайым деген сөз, Бұлар кәдімгі қарапайым шақтарда и просто істеймін деген сөз. Мысалға, present simple'дан бастайық, Қазақ тілінде бұл істеймін деген сөз. Бұлай ойлауымыз мүмкін, неғып ағылшындар там өмірді қиындатады. Мысалға, 12 шақтың не керегі бар деген сияқты, Но на самом деле бұл 12 шақтар қазақ тілінде де бар. Просто біз оны андай специально тақырып қылып, грамматика қылып өтпегеннен кейін бізге білінбейді. Ең бірінші simple, Simple деген негізі ағылшын тіліне аударғанда қарапайым деген сөз, То есть простой шақтар. Қазақ тілінде бұл біздегі істеймін дегенге ұқсайды. Мысалға, present simple, Істеймін деген сөз, формуласы subject адам, verb етістік, И адамымыз бізде he she болса, ол болса s қосамыз. Мысалға, Наруто eats ramen, Наруто раменді жейді. Болымсызда бізге don't, he she болса doesn't қосамыз, Наруто doesn't eat ramen. И сұрақ қою үшін do мен does'ды сөйлемнің алдына шығарамыз. Does Naruto eat ramen? Наруто раменді жейді ма деген сияқты, Таблицаға қарасақ, сызыққа қарасақ, present simple бізде барлық жерде крестик болып тұр, Past'та да крестик, present'та да крестик, future'да да крестик. Потому что present simple'ды біз қолданамыз, біз үшін норма нәрсеге, біз үшін қалыпты нәрсеге, біз обычно жасайтын, біз жиі жасайтын нәрселерге. Мысалға, Наруто eats ramen деген сөйлемде, Наруто раменді жейді. Наруто, скорее всего, бұрын да раменді жеген. Қазір де постоянно жейді, и болашақта да жейтін болады. То есть бұл больше андай біз үшін норма нәрсе, Келесі past simple. Бұл істедім деп аударылады. Таблицаға қарасақ, past деген жерде бір крестик тұр, То есть өткен шақта болған бір нәрсені айту үшін қолданамыз. Формуласы subject, етістік екінші формада және ed жалғаймыз, Мысалға, Наруто ate ramen. Наруто раменді жеді. Енді сізда біз ортасына didn't қосамыз. Наруто didn't eat ramen, Наруто раменді жемеді. Жеді ма деп сұрау үшін did'ті сөйлемнің алдына шығарамыз. Did Наруто eat ramen? То есть Наруто раменді жеді ма? Келесі future simple, яғни болашақ. Бұл жерде таблицада крестик future'дағы бір точкада тұр, То есть болашақтағы бір нәрсені істеймін деп аударылады. Мысалға, формуласында subject, will и verb етістік. Мысалға, Наруто will eat ramen. То есть Наруто раменді жейді. Болашақтағы бір уақытта, Сіз жасау үшін willға not жалғаймыз. Наруто won't eat ramen. То есть Наруто раменді жемейді, болашақтағы бір уақытта. Сұрақ қою үшін willді алдына шығарамыз. Will Наруто eat ramen? То есть Наруто раменді жейді ма? Келесі бізде continuous. Негізі continuous деген бізде продолжительный деп аударылады. Ата айтып тұрғандай, бұл ғасатын, яғни процесстерге қолданамыз да. Біз қазақ тілінде бұлай айтамыз ғой часто. Телефонмен звондап жатырмын, келе жатырмын,
Я қарап тұрмын деген сияқты. Отырмын, жатырмын, тұрмын деп часто айтамыз ғой. Вот осы ағылшындарда continuous болады. Мысалға, present continuous дәл қазір істеп жатырмын деген мағынаны білдіреді. Формуласы subject, to be және verbке ing жалғаймыз. Наруто is eating ramen, то есть Наруто раменді жеп жатыр, қазір жеп жатыр, иә? Егер жеп жатқан жоқ деп айту үшін notты қосамыз. Наруто isn't eating ramen, то есть Наруто раменді жеп жатқан жоқ. Сұрақ қою үшін, Наруто раменді жеп жатыр ма деп айту үшін to be'ді сөйлемнің алдына шығарамыз. Is Naruto eating ramen? Наруто раменді жеп жатыр ма? Бізде past continuous. Past continuous деген өткен шақта істеп жатыр едім деп аударылады, иә? Мына жерде сызыққа қарасақ, past деген бізде мына жерде көріне ме білмеймін, 9 и 9-15-тің арасындағы уақытты көрсетіп тұр, иә? Өткен шақтағы бір уақытта бір нәрсе істеп жатыр едім деп аударылады. Формуласы subject, was немесе were, сосын verb ing, иә? Наруто was eating ramen, то есть Наруто раменді жеп жатыр еді. Болмысыз қылу үшін not жалғаймыз. Наруто wasn't eating ramen, то есть Наруто рамен жеп жатқан жоқ еді. Сұрау үшін was бен were'ді сөйлемнің алдына шығара саламыз. Was Naruto eating ramen, то есть Наруто раменді жеп жатқан беді. Future continuous болашақта мынандай. Болашақта мен бір уақытта бір нәрсені істеп жатамын. Мысалға, ертең сағат 2-де мен сабақ оқып жатамын. Түнде ол ұйықтап жатады. Бұл уақытта ол душ қабылдап жатады. То есть болашақта бір уақытта бір нәрсе істеп жатамын. Бұл жерде көрсетілген уақыт бойынша сызықта futureде бира-бира болып тұр, то есть болашақтағы бір уақытта бір нәрсе істеп жатамын. Subject, will be, verb ing. Naruto will be eating ramen at 7 p.m. Наруто раменді жеп жатады сағат 7-лерде, иә? Сіз болу үшін not жалғаймыз. Naruto will not be eating ramen at 7 p.m. Наруто раменді жеп жатпайды, иә, сағат 7-де. Сұрақ қою үшін willді алдына шығара саламыз. Will Naruto be eating ramen at 7 p.m. Наруто раменді жеп жатады ма сағат 7-де? Бізде perfect. Негізі perfect деген ағылшын тілінде идеальный деген сөз, иә? И бұл шақ негізі шынымен де идеальный. Қазір түсінуге қиын болуы мүмкін, но осы логиканы түсініп алсаңыз, perfect өте оңай болады. Каждый perfect бар ғой, иә? Ол сол берілген уақытқа дейін бітіп қойған деген сөз. Қазақ тілінде істеп қойдым, істеп көргенін деп аударылады. Мысалға, қазір түсінуге тырысайық, иә? Мысалға, present perfect бізде өткен шақта басталды и қазір бітіп қойған нәрсе. Past perfect бізде өткен шақ бар ғой, иә? Сол өткен шаққа дейінгі бітіп қойған нәрсе. Future бізде болашақтағы бір уақытқа дейінгі бітіп қойған нәрсе. Қиын болуы мүмкін, но қазір түсінуге тырысып көрейік, иә? Бірінші бізде present perfect. Present perfect деген осы шақта істеп қойғанмын, істеп көргенмін деп аударылады. Негізі аты present perfect болғанмен, бұл негізі осы шақта болып тұрған нәрсе емес. Бұл біз бір нәрсені өткен шақта бастадық та, и ол каким-то образом қазірге байланысты. Яғни present perfect осы шаққа дейінгі болып қойған нәрсе, иә? То есть біз бұрын бір нәрсе бастадық, и ол қазірге қатысы бар. Мысалға, it has rained, то есть жаңбыр жауды. Жаңбыр 2 сағат бұрын жауды да, бірақ қазір дала су болып тұр, иә? He has lost his key, иә? Ол кілтін жоғалтты. Ол кілтін бағана 15 минут бұрын жоғалтып қойған уже. Бірақ қазір үйге кіре алмай тұр, иә? I have gone to Turkey. Мен Турцияға барып көргенмін, иә? Мен Турцияға барып көрдім, и результаты мен қазір білемін Турцияның қандай екенін. Осы subject, have, has, сосын verb үшінші формада немесе ed жалғаймыз. Naruto has eaten ramen, то есть Наруто раменді жеп қойды.
иә, қазір уже жеп қойды. Болымсыз жасау үшін notты қоямыз, иә. Наруто hasn't eaten ramen, то есть Наруто раменді жеп қоймады. Сұрақ қою үшін have has'ды сөйлемнің алдына шығара саламыз. Has Naruto eaten ramen? Наруто раменді жеп қойды ма?Есі бізде past perfect. Істеп қойған едім, істеп көрген едім деп аударылады, иә. Perfect деген бізде мынандай. Past деген өткен шақ қой, иә. Сол өткен шақтан бұрынғы өткен шақ. Бұрында бір нәрсені істедім, бірақ одан бұрын бір нәрсені істедім. Мысалға, when I opened the window, it had rained. То есть мен терезені ашқанда жаңбыр жауды, иә. It had rained деп тұрғаннан кейін, значит жаңбыр бірінші жауған. Мен сосын барып терезені аштым, иә. Мысалға, I had bought a present and I gave it to my mom. То есть мен сыйлықты сатып алдым и мамама бердім, иә. То есть мен мамама бердім, өткен шақта бердім, иә. Бірақ мен сыйлықты сатып алдым одан да бұрын. То есть мен өткен шақта бір нәрсе істедім, бірақ одан да бұрын мен бір нәрсе істедім, иә. Осы past perfect. Формуласы subject, had и verb үшінші формада. Naruto had eaten ramen before he played with Akamaru. То есть Наруто раменді жеп қойған еді. Акамарумен ойнамай тұрып, иә. Болымсызда просто not жалғаймыз, иә. Naruto hadn't eaten ramen before he played with Akamaru. То есть Наруто раменді жеп қоймаған еді, Акамарумен ойнамай тұрып. Сұрақ қою үшін hadті сөйлемнің алдына шығарамыз, иә. Had Naruto eaten ramen before he played with Akamaru. То есть Наруто раменді жеп қойды ма, Акамарумен ойнамай тұрып. Келесі бізде future perfect. Future perfect деген бізде мынандай. Болашақтағы бір уақытта мен бір нәрсені істеп қоямын. То есть болашақтағы бір уақытқа дейін мен бір нәрсені істеп қоямын. Мысалға, I will have done my homework by the evening. То есть мен кешке дейін үй жұмысын істеп қоямын. I will have sent you email before the work. То есть мен жұмысқа бармай тұрып, саған имейлді жіберіп қоямын. Я, то есть болашақта бір уақытқа дейін бір нәрсені істеп қоямын. Формуласы subject, will have және етістік үшінші формада. Например, Naruto will have eaten ramen by 8 p.m. То есть Наруто сағат 8-ге дейін раменін жеп қояды, иә, будущем. Болымсызда not жалғаймыз. Naruto will not have eaten ramen by 8 p.m. Наруто сағат 8-ге дейін раменін жеп қоймайды. Сұрақ жасау үшін willді сөйлемнің алдына шығарамыз. Will Naruto have eaten ramen by 8 p.m. То есть сағат 8-ге дейін Наруто раменін жеп қояды ма? Және ең соңғысы бізде perfect continuous. Perfect деген бізде идеальный, continuous деген жалғасатын деген сөз, иә. Ақшадағы аудармасы мынандай. Қанша уақыттан бері істеп келе жатырмын. Деген сөз біз бір нәрсені бастадық и әлі істеп келе жатырмыз. То есть біз бір нәрсені ертерек бастадық и әлі істеп келе жатырмыз. Біріншісі present perfect continuous, иә. Бері істеп келе жатырмын деген сөз қазақ тілінде. Формуласы мынандай. Subject, have немесе has, been және verb ing. Sakura has been playing tennis for 7 hours. То есть Sakura 7 сағат бойы теннис ойнап келе жатыр, иә. То есть ол 7 сағат бұрын теннис ойнауды бастады. И қазір әлі ойнап келе жатыр. Past perfect continuous. Бері істеп келе жатыр едім деген сөз, иә. То есть біз өткен шақта бір уақытта бастадық и біз әлі істеп келе жатқан едік. Формуласы subject, had been, verb ing. Например, Sakura had been playing tennis for 7 hours. То есть бұрынғы бір уақытта, иә, бір өткен шақта айтып жатырмыз. Сол уақытта Sakura 7 сағат бұрын теннисті ойнауды бастаған и әлі ойнап келе жатқан сол уақытта, иә.
болымсызда not жалғаймыз. Sakura had not been playing tennis for 7 hours. То есть Сакура 7 сағат бойы теннис ойнамай келе жатқан еді, иә? Сұрақ жасау үшін had'ті алдына шығарамыз. Had Sakura been playing tennis for 7 hours? Сакура 7 сағат бойы теннис ойнап келе жатқан беді? Келесі, future perfect continuous. Бері істеп келе жатамын деген сөз, иә? То есть бұл мынандай сөз. Болашақта бір уақытта мен бір нәрсе істеуді бастаймын и мынаншаға дейін істеп келе жатамын оны. Формуласы мынандай. Subject will have been verb ing. Sakura will have been playing tennis for 7 hours. То есть болашақта, ол уақытта Сакура теннис ойнап келе жатқандығына 7 сағат болады, иә? Болашақтағы бір уақытта Сакура 7 сағат бойы теннис ойнап келе жатқан болады, иә? Болымсыз жасау үшін просто not'ты қосамыз. Sakura will not have been playing tennis for 7 hours. Сакура теннисті ойнамай келе жатқандығына 7 сағат болады, иә? Болашақтағы бір уақытта. Сұрақ қою үшін will'ді алдына шығарамыз. Will Sakura have been playing tennis for 7 hours? То есть болашақтағы бір уақытта Сакура 7 сағат бойы теннисті ойнап жатады ма? Yeah? Okay, so that's it. Негізі қазір түсінуге, қабылдауға қиын болуы мүмкін, но бұл видеоны түсінгенше қарап шығамыз, иә? 2 рет, может быть, 3 рет, 5 рет деген сияқты. Главное, осы жердегі логиканы түсініп алсақ, ағылшын тілінің грамматикасы өте оңай болып көрінетін болады. Окей, that's it. Бүгінге осы. Көргендеріңіз үшін рахмет. Егер ағылшын тілін оқу қызық болса, болашақта үйренем деген ниеттеріңіз болса, каналға подписаться етіңіздер. Бай-бай!